сәлеметсіздер ме 9 сынып оқушылары. Бүгін біз сіздермен қорытынды сабақты орындайтын боламыз. Ең алдымен А тапсырмасын орындайық. А тапсырмасында бізге жақындану мәселелері бөлімі бойынша алған білімдерді бекіту мақсатында анықтамалық эссе жазыңдар дейді. Яғни анықтамалық эссенің мақсаты белгілі бір ұғымның мәнін ашу, ол үшін хабарлау, сипаттау, талдау элементтерін қолданып ұғымның мағынасын түсіндіруіміз қажет. Ол үшін бірінші бізге бөлім бойынша тыңдаған және оқыған мәтіндерді, мәселелерді еске түсіріп ретімен жазуымыз керек. Екіншіден, эссе тақырыбын таңдаймыз, яғни анықтамалық эссеге сай болуы тиіс. Үшіншіден, эссе тақырыбына сай оқулықтағы мәтіндерге қосымша ақпарат жинаймыз. Төртіншіден, эссені жоспарлаңдар, қандай мәселе қарастырасыңдар, ол жайлы қандай пікірлер, мысалдар, дәлелдер келтіресіңдер, яғни соның барлығын жазатын боламыз. Бесіншіден, жоспарға сүйене отырып эссе жазыңдар, яғни қай бөлімнен бастап жазатындарыңызды өздеріңіз таңдаңыздар, өзіміз таңдайтын боламыз оны. Алтыншыдан, бізге жазған эссені оқып тексеретін боламыз. Ендеше бастайық. Міне достар, сіздерге арнап мен осындай керемет эссе жазып қойған болатынмын. Енді сіздер осыны пауза қойып немесе скриншоттап алып көшірсеңіздер болады. Мен жаңағы тақырыпқа сай және де алты ережені ұстанып осындай керемет эссе жазып қойдым. Енді көшіріңіздер. Және де менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар, себебі мен каналымды жаңадан бастадым және де сіздерге күнде үй жұмысын орындап отыруға көмектесемін. Және де осы видеоның астына жаза кетіңіздер, қандай пәннен, қандай сыныптыкін және де қандай тапсырманы орындауды менен талап етесіздер. Мен сол туралы сіздерге видео шығаратын боламын. Ендеше менің каналыма тіркеліп, осы видеоға лайк басып және де өздеріңізге керек тапсырманы комментарияға жаза кетіңіздер. Сау болыңыздар.